Нәпсіге еріп беріп келеңсіз жағдайға тап болған адам жайлы естісем, өзім де бұған дейін қалай солай істеуге болады, ар ұяты қайда деп сөгіп отыратынмын. Бірақ адам кейде қалай аңдамай басып адасқанын өзі де білмей қалады екен. Ойнап жүріп от бастым. Ерсін екеуміз бір-бірімізді сүйіп қосылдық. Қазірше бір баламыз бар. Ол мектепке барған соң екінші баланы дүниеге әкелуді жоспарлап жүрміз. Демалыс күндері ұлымыз ата-әжесінің үйінде болады. Ерсіннің бірге оқыған жолдастары көп. Демалыс күндері бір болмаса, бірі қонаққа шақырады. Достар қатты қалжыңдаса береді. Қалжыңдап бір-бірінің әйелін құшақтап сүйе салады. Ондайда ешкім ренжімейді. Өйткені ешкімде бөтен ой, бөтен пиғыл болмайды. Сенбі күні кешке Болаттың үйі қонаққа шақырды. Түске дейін жұмысқа барып келіп, кешке киетін киімдерімді дайындап жатқам. Сол кезде Ерсін де келді. Тез тамағыңды дайында, қазір бастықпен қалаға кетеміз. Алла бұйыртса, ертең түс ауа келіп қаламыз деді. Мен Болаттың үйіндегі кешті қайтеміз деппін. Сен өзің бара бер, түнде Айдар үйге әкеліп тастайды деді. Қойшы, сенсіз бармаймын деп едім, бөтен ешкім жоқ, тек өзіміздің достар ғана ғой деген соң келістім. Кеш басталды. Кешті әркездегідей Айдар жүргізді. Ерсін болмаған соң жолдастары менің көңілімді аулап ішше деп назардан тыс қалдырмай отырды. Бүгін Ерсін үшін де ішесің деп қолғалап, бірінен соң бірі іштің астына алды. Бәрінің көңілін қимай, бір-екі ұрттап отырып біршама қызып қалдым. Қанша тырыссам да аяғым еркіме бағынбай қойды. Айдар мені үйге алып келді. Аяқта әл жоқ. Машинадан зорға дегенде түстім. Жүруге шама жоқ. Сондықтан Айдар қолтығымнан демеп үйге алып кірді. Жатым бөлмедегі төсекке әкеліп жатқызды. Басым қатты ауырып оянсам, Айдар қасымда ұйықтап жатыр. Әлі таң ата қоймаған екен. Сонда барып не бүлдіргенімді ұқтым. Айдарды жұлқып ояттым. Қарауға бет жоқ. Тек кеттей бердім. Айдар кешір деген күйде үйден шығып кетті. Бір жағынан бас ауру, екінші жағынан ұяттың оты тұла бойымды күйдіріп барады. Түс ауа Ерсін келгенде әлі еш жия алмай жатқам. Менің халімді көріп, екеуміз үшін ішкенсің бе деп қалжыңдап жатыр. Сен жата бермен, қазір сорпаны ысытам, соны ішкен соң жақсы болып қаласың деп ас үйге кетті. Орнымнан тұрмақ болдым, бірақ шама жоқ. Біреу иығымнан басып тұрғандай. Менің еңсемді басып тұрған ішімдік емес, ар ұят екенін Ерсін қайдан білсін. Сол жағдайдан кейін көп өтпей, жалғыз отырғанымда бірде үйге Айдар келді. Кешірім сұрауға келген шығар деп ойласам, сені ұнатып қалдым деп тесірейіп бетіме қарап отыр. Мен оған мастықтың кесірінен кешірілмес күнә жасағанымызды айтып, ол жайлы мүлде ұмыт. Ол бір көрген түс болсын деп түсіндіруге тырыстым. Сәл үнсіздіктен кейін Айдар мен сені жақсы көрем, сезімімді басқара алар емеспін деп шығып кетті. Содан бері 2 айдай уақыт өтті. Менің жалғыз екенімді білсе, Айдар үйге жетіп келетінді шығарды. Бірақ одан кейін арамызда ештеңе болған жоқ, енді болуы да мүмкін емес. Қанша түсіндірсем де Айдар сөз ұғатын емес. Досым деп Ерсін де одан күдіктенбейді. Енді не істеуім керек? Білмеймін. Болған жайды Ерсінге айтсам, шаңырағымыз шайқала ма деп қорқам. Достардың арасы бұзылады. Айдар мен Айнаштың отбасы да бұзылуы мүмкін.